Бүгін сіздермен қыздар өте дәмді Рафаэлло капкейксінің рецептімен бөліспекшімін. Алдымен бөлме температурасындағы сары майға шекерді салып 2-3 минут араластырамыз. Кейін үстіне жұмыртқаларымызды салып, жақсылап араластырып, соңында разрыхлитель, ұн және де миндальный мукамызды салып миксерлейміз. Миндальный мука таппасаңыздар, қарапайым ұнмен дайындауға да болады. Дайын болған массамызды арнайы капкейкілерге арналған формаларға бөліп салып шығамыз. Менде 12 дана капкейкі шықты. Массамызды формаларға мешоктың көмегімен немесе қасықтың көмегімен бөліп салып, кейін 180 градус қызып тұрған пешімізге шамамен 20-30 минут аралығында салып пісіріп аламыз. Енді кремін дайындаймыз. Творожный сырымыздың үстіне кокосовый стружка, сахарная пудраны салып 2-3 минут аралығында миксерлейміз. Кейін үстіне салқын сливкиімізді құйып, креміміз қоюланғанша шамамен 3-4 минут аралығында араластырамыз. Дайын болған кремімізді мешогымызға салып, капкейкілерімізге жағып шығамыз. Кейін капкейкілеріміздің кремі сіңу үшін тоңазытқышқа кем дегенде 3-4 сағатқа салып қоямыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Біздің Рафаэлло капкейкілеріміз дайын.